Сәлем достар, бүгін мен сіздерге дастарханға қоюға өте әдемі болатын фруктовый нарезка жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен киви, алмұрт, апельсин және грейпфрут, қызыл және сары алма, банан және де жүзім қажет. Ең алдымен жеміс-жидектеріміздің бәрін жуып аламыз. Одан соң бірінші кезекте алмамызды турап бастаймыз. Алманы дәл видеодағыдай қиғаштап кесіп шығамыз. Алманы осылай екінші бөлігінде видеодағыдай турап шығасыздар. Бұл нарезка түрі өте әдемі көрінетін болады. Үйреніп алсаңыздар, кез келген дастарханға осы нарезканы жасап қойсаңыздар болады. Алманы турап болған соң осылай бір-біріне қабаттастырып қойып шығамыз, сонда нарезкамыз өте әдемі шығады. Турап алған алма нарезкасын тарелкамызға салып бастаймыз. Тарелкенің екі жақ шетінен сары алмамызды турап алып қойып аламыз. Одан соң келесі кезекте қызыл алмамызды дәл сары алманы турағандай кесіп турап дайындап аламыз. Қызыл алмамызды турап алып, оны да тарелкаға орналастыратын боламыз. Алмаларымызды турап қойып алған соң, келесі кезекте алмұртымызды жуып алып, осылай қиғашынан кесіп, турап дайындаймыз. Алмұртымызды турап алған соң, оны осылай бір жағына қарай қисайтып қойып, тарелкемізге қоямыз. Келесі кезекте апельсинімізді ортасынан екі бөлікке бөліп, бір келкі жіңішке етіп турап шығамыз. Апельсинімізді турап алып, осылай тарелкамызға айналдырып, алмұрттың шетінен қойып шығамыз. Алмұрттың бірінші жағынан қоямыз, және де апельсиннің қалған жарты бөлігін алмұртымыздың екінші жақ бөлігіне турап алып қойып шығамыз. Сонда алмұртымыздың екі жақ шетінен апельсиніміз қоршап тұратын болады. Одан соң бананымызды қабығынан тазалап турайтын боламыз. Бананды тураған кезде жіңішке етіп, қиғаштап турап шығамыз. Бананымызды осылай барлығын турап алған соң, нарезкамызға қойып шығуды бастаймыз. Бананды апельсиннің екі жақ шетінен қоятын боламыз. Бананды да қиғаштап, әдемілеп көрінетіндей етіп қойып шығамыз. Одан соң кивимізді жақсылап жуып алып, қабығын тазартамыз. Қабығын жұқалап ашып, кивимізді турауға кірісеміз. Кивиді қабығымен турап қойсаңыздар да болады, бірақ мен тазалап алуды жөн көрдім. Сонда нарезкамызда жақсы көрінетін болады. Және жеуге де ыңғайлы. Кивимізді осылай қиғаш етіп турап алып, алмамыздың екі жақ шетінен орналастырамыз. Кивимізді алмамыздың жан-жағына орналастырып алып, келесі нарезкамыздың бөлігін турауға кірісеміз. Біздің бірінші нарезкамыз осы кивиді қоюмен аяқталады. Бірінші нарезкамыз дайын, осылай өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрбір бөлігін бір келіп кетіп, әдемілеп турап, осылай нарезка жасап шықсаңыздар болады. Екінші нарезка үшін алмамызды жуып тазалап алып, ортасын тазалап, тігінен осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Алманы турап алып, осылай бір жағына қарай қисайтып, тарелкенің ортасына орналастырамыз. Сары алмамыздың екінші бөлігінде тура сол тәрізді етіп кесіп алып, сары алмамыздың екінші жақ шетінен орналастырамыз. Келесі кезекте қызыл алмамызды дәл сары алма сияқты турап алып, тарелкеге сары алманың бір жақ шетінен ұзынша етіп қойып шығамыз.
Туралған қызыл алмамызды осылай қойып алған соң, келесі нарезканың бөлігін турайтын боламыз. Ол бізде грейпфрут. Грейпфрутты жуып тазалап алып, ортасынан бөліп, дәл алманы тураған секілді жіңішке етіп турап шығамыз. Грейпфруттың орнына апельсин қолдансаңыздар да болады. Турап алған грейпфрутымызды тарелкенің бір жақ шетінен осылай орналастырып шығамыз. Қойған кезде фруктылардың біркелкі әрі тегіс қойылуына мән берген дұрыс. Сонда нарезкамыз әдемі болып шығады. Грейпфрут пен алманың ортасына жүзімімізді қоямыз. Келесі кезекте бананымыздың қабығын тазартып, жіңішке етіп, қиғаштап турап шығамыз. Бананымызды осылай ұзынша жіңішке етіп турап алған соң, алманың жанына орналастырамыз. Біркелкі етіп, тегістеп қойып шығамыз. Бананымызды қойып алған соң, келесі кезекте кивимізді жуып тазалап, қабығынан тазартып алып, турайтын боламыз. Кивиді ортасынан бөлмей, өзінің бар қалпында жіңішке етіп турап шығамыз. Бұл нарезканың ерекшелігі сол, барлығын жіңішке етіп, тігінен турап қоятын боламыз. Бұл нарезка алдыңғы нарезкаға қарағанда жасылау оңай, әрі уақыты да аз алатын болады. Туралған кивиді бананның шетінен тарелкамызға орналастырамыз. Біздің екінші нарезкамыз осымен дайын. Дәл осындай әдіспен басқа фруктыларды турап нарезка жасасаңыздар болады. Және бізде соңғы нарезка, бұл балаларға арналған нарезка. Ол үшін бізге банан, киви және жүзім қажет болады. Жүзімнің орнына өзге де жемістерді пайдалансаңыздар болады. Бананымызды ортасынан бөліп кесіп шығамыз. Бананымызды тарелкаға орналастырамыз. Бізде бұл нарезка пальма пішіндес болғандықтан бананымыз пальманың ағаш бөлігі болса, кивидан ағашымыздың жапырақтары тәріздес етіп қойып шығамыз. Ол үшін кивимізді қабығынан тазартып, ортасынан бөліп, осылай ұзынша етіп тураймыз. Туралған кивимізді бананның жоғарғы жақ бөлігіне орналастырамыз. Осылай кивимізді пальма ағашына ұқсас етіп қойып шығамыз. Одан соң жақсылап жуып алып, жүзімді тарелкенің төменгі бөлігіне орналастырамыз. Осымен біздің үшінші нарезкамызды дайын. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер, дастарханның сәні болатыны анық. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.